Х әріпін жазып үйренейік. Мұқият тыңда. Олар бас әріптен және кіші әріптен тұрады. Х әріпінің бас әріпі. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Солдан оңға қарай доға сызықты үлкен жол ортасынан айналдырып төмен тартамыз да, жазу жолының төменгі сызығына тигізе доға сызықты сәл көтереміз. Бастапқы нүктенің тұсынан екінші доға сызықты оңнан солға қарай бірінші доға сызықпен жанастыра жүргіземіз. Х әріпінің кіші әріпі. Жазу жолының ортасынан жоғары қаламыңды қой. Солдан оңға қарай жоғары сызыққа тигізе доға сыза отырып төмен тартамыз. Сызықты астыңғы сызыққа тигізе солға қарай иеміз. Енді осы доға сызыққа қосылатындай етіп, солдан оңға қарай жолды толтыра тағы да доға сызық сызамыз. Дәптеріңді ашып, менімен бірге Х әріпін әдемі жаз.